kеш болып жатқан қара сақал Ерімбеттің шөбересі. Баласына жүргізетін қуанғанда ұрпақтар сабақтастығы деген осалға Қазағым дүлдүлсің ау дүлдүл десе, қазағым бұлбұлсың ау бұлбұл десе, Ерімбет деп алдыңда сөз сөйлейін, қолымдағы домбыра күмбірлесе. Дәл бүгін күләндадай ағап теңіз, жасап жатыр еңбегін жыл бірнеше. Сондықтан да әпкемізден үлгі алайық, қасиет жырдан асыл асатса бір-біргесе. Балаңның кім болғанын айтып отыр, балаңның кім боларын білгің келсе бай. Ерімбет қазақ үшін бөлек құның, байқатқан зердесінің зеректігін. Танымдық керемет кеш болып жатыр, бай шабытымның байқалмақ өрейтінім. Осындай кештерім көп болсын деймін. Тарихтан қозғап жатқан деректімін, шоқан кітапханасынан үлгі алса екен, тұлғаны қалай сыйлау керектігін. Жиын болар, көгілде нұрлы бетте пейіл болар. Исағам керемет қып жыр бастады, ақынға деген адалы пейіл болар. Сондықтан Исағамды мазалап біз қайтеміз, шіркін ай жыр қалдында пейіл болар. Ағамыз ауырып тұр, сондықтан айтқан сөзде түйін болар. Әйтпесе домбыраны ұстатсақ Исағама, шіркін ай тоқтатуым қиын болар. Денаржан сөз айттың-ау мағыналы, айтыс жамылымның сенедің ғой танымалы. Исағың ауырып тұр деп қоясың, оны сезіп отқандай бәрі-бәрі. Сен бұра көп нәрсені білмейсің ғой, ұстазыңның жаны Нұрлыбек Сандуғарды. Себебі мен білетін Исағам тек қана айтыспенен, жазылады тек қана айтыспенен, аулады Ойдар қарасымның жұлдыз еді, сан бойды көкейге ілгізеді. Қалың ел шақам емес сөзге қарайды деп, өзінің тектілігін білгізеді. Ерімбет атамның ұрпақтары осал емес, етекшекті жомарттыққа түргізеді. Мен білетін күләш әпкем жеңдері үстіңе бір шапанын кигізеді.